Есек қалай пайда болды? Ыдырыс пайғамбар ілім-білімге құмар болыпты. Ыдырыс деген аты да дәріске құмар дегенді білдіреді. Ілім іздеп ыдырыс жайы ел кезеді екен. Бір күні екі аяғынан әлкетіп, «Ва Алла, маған мінетін көлік бер. Көлігім кітап артқанда қиналмай көтеретін мықты болсын. Өзі тамақ талғамайтын қарапайым болсын» депті. Ұлық Алла ыдырысқа тасты таяғымен ұр дейді. Пайғамбар тасты ұрғанда одан екі құлағы қалқиған есек пайда болады. Ыдырыс есекке жүгін артып сапарын жалғастыра береді. Есекті қанша ұрса да денесіне таяқ батпайтыны тастан жаралғандығынан екен. Ыдырыстың көлігін көрген ібіліс: «Ва Алла, пайғамбарыңа көлік бердің. Мен де ілімге құмар болдым, талай құлшылық қылдым. Соның өтеуіне маған да есекті көлік ет» дейді. Сонда Алла хақтан тайып, менімен қас болғандар сенің есегің болсын дейді. Содан бері ниеті бұзылған адамдарды ібіліс көлік етіп мінетін болыпты.